армысыз. Мен осы 2015 жылдан жүрмін ғой, оппозицияда. Әр уақытта, әр кезде мен қазақ ұлтын, қазақ халықтың, қазақ мүддесін қорғап жүрген адаммын. Және мен білемін, қазақтың ұлты, қазақ халығы өте батыл, өте мықты халық. Бірақ ояту керек. Қанды көрсетті бізге, қандай қазақ батыл халық, қорқпайтын, қарусыз, осы Ресей мен Тоқаевтың әскеріне қарсы шығып, қарусыз. Аналар атып тұр, олар бәрібір қазақ тура жүрген оларға. Ол нақты батылдық. Көрдіңіз ғой? Бірақ қазақ жалғыз болды, өз жалғыз болды. Ал Ресей, сосын басқа жақтан Қытай, оларда қару бар, оларда үлкен империя бар. Оларда миллиондаған халық бар, әскерлері де мықты. Сосын ғой мен айтам, қазақ жалғыз ештеңе істей алмайды. Мүмкін мен қате айттым, қазақты құтқара алмайды. Бірақ егер біз өзіміз жалғыз болсақ та, батыл болсақ да, рухы болса да, біз өзіміз жалғыз, егер бізде әскери саяси одақ, түркі мемлекеттермен одақ, әскери саяси тұтас, одақ туран болмаса, түркі әлемді егер біз біріктірмесек, ешқандай жақсылық бізде бола алмайды. Жалпы үлгі, осы Украина қазір, қараңызшы, жалғыз, ортада, Европаның ортасында тұрған Украина мемлекеті, ең ірі Европа мемлекеті, бірақ оған қазір шабуыл жасап жүрген осы Путиннің Мәскеу, Ресей. 21 ғасырда Украина халық кезінде 2014 жылға дейін сенбеді ғой. Ой, Ресей шабуыл жасамайды, Ресей бізге тиіспейді, біз 21 ғасырдамыз, біз Европаның ортасында тұрамыз, бізге ешкім шабуыл жаса алмайды. 2014 жылда көрдіңіз ғой, Крымды алып қойған, ДНР, ЛНР жасап тұр. Қазір енді 2022 жылда нақты соғыс бастаған Путиннің осы режимі өте қауіпті. Империя амбициямен жүрген. ВСУ-да, Украинада қазір соғыста Путин ұтылып кетеді. Ол уже маған анық. Бірақ Путин Ресейде болғанда оның саяси рейтингтері төмендейді. Ал саяси рейтингті көтеру үшін оған не керек? Оған тез қарай, оперативтік, молниеносная, победоносная война керек, соғыс керек. Сол себепте ол бізге немесе Грузияға шабуыл жасайды. Сосын осы өкінішке орай Аблязовтар, Серикжан Біляш дегендер, олар айтады, қазақтарды тек қана батыс әлем көмектеседі. Мүмкін көмектеседі. Мен осындай пікірді тастамаймын, бірақ Украина жалғыз соғыста болған, жалғыз соғыста. Кезінде Европа, батыс әлемі Украинаға көмек жасамаған жоқ, қару берген жоқ. Осы Украина халық батыл, өзі соғысқа шығып, содан соң оған НАТО қаруымен көмек жасап жатыр. Ал бізге кім көмек жасайды?
жасайды. НАТО қайда, батыс қайда? натоның көмегі болса, ол тек қана Түркия жағынан болады. Түркия мемлекеттен сол жағында көмек болады. Ал Түркия не деген? Түркия ол да түркі әлемінің бөлігі, түркі әлемінің тамыры. Біздің тұтас түркі халық, олар көмектеседі бізге. Құдай қаласа, осы үмітім бар. Эрдоган өзі жалпы тура айтқан, қазақ еліне кім тисе бізге Түркияға шабуыл жасаған ретінде осы санауға болады. Енді біз қазір, егер біз өзіміз жалғыз болсақ, қандай біз батыл халықпыз, мен оны білемін, мен оны түсінемін. Әр қазақ егер соғыс бастаса, әр қазақ соғысқа дайын болады. Ол біздің рухымыз, қазір ұйықтап жүрген рухымыз. Ұлы ата-бабаларымыздың осы батылдық бәрібір бізде бар ол. Бірақ қазақ жалғыз ештеңе жасалмайды. Біз өте азбыз. Сосын осы 30 жылдың ішінде Назарбаев әскери әскерді дамыған жоқ. Әскери қаруда жоқ бізде. Совет үкіметтен қалған қару бізде. Соғыса аламыз ба біз? Жерді, елді қорға аламыз ба біз? Егер шабуыл жасаса, Медведев айтты ғой, Совет үкіметті қайта дамытамыз. Анау Ресейдің қорғаныс министрі Шойгу, ол да айтқан, Совет үкіметті біз қайта дамытамыз. Ал егер осындай Совет үкіметті қайта дамытуға ниеті болса, Шойгуның, анау Медведевтің, Зюгановтың, Никонов, Федоров, Лимонов, Жириновский, Солженицын, кезінде өзі Путинді айтқан 2015 жылда, анау жастардың форумында айтқан, қазақтарда ешқашан мемлекеттік болмаған жоқ. Ал егер осы Путин осындай сөздерді айтса, ол не деген сөз, ол не деген белгі бізге? Ол қауіпті белгі болып қалды. Менің ойым солай. Қазақты құтқарады, бірақ қазақ елді құтқара алмайды. Күші болмайды, әскери күші жоқ. Сосын сатқын билікте жүрген сатқын осы Путинге қызмет еткен қазақтарды да көп бізде, билікте тұрған. Мүмкін олар сатып тастайды да бізді. Ол да осындай мүмкіндік бар. Оны да түсіну керек бізге. Өкінішке орай. Содан соң мен айтам, бізге сыртқы саясатында егер әскери саяси түркі тұтас мемлекеттермен туран одақты құрмасақ, біздің жағдайымыз өте қауіпті болады. Мен оны түсініп жүрмін оны. Содан соң мен 2019 жылдан бастап туран деген идеяны, туран деген әлемді түркі тұтас мемлекеттермен әскери саяси одақты құру осыны ниетімен жүріп жатырмын. 2019 жылдан бастап. Қазір көп қазақтар осы жылдан бастап ойланып жүрген, туран керек деп. Ал мен 2019 жылдан бастап жүрмін осы идеямен. Өкінішке орай, туранға қарсы өте көп олигархтар бар, саясаткерлер бар, оппозицияда жүрген адамдар бар осы туран әлемге қарсы. Ол арада Түркия дейді, ол
диктаторлық мемлекет. Мен айтам, Түркияда Анкара, ірі қала, астанасы, Түркияның астанасы. Сосын Стамбул ірі қала. Олардың осы мэрлары оппозиция саясаткерлері. Ал Қазақстанда оппозиция саясаткерлер Астананың қаласы әкім бола ала ма? Бола алмайды. Алматының қаласы әкім оппозиция саясаткер бола ма? Бола алмайды. Түркияда демократия бар. Сосын Серикжан Біләшті тоже Эрдоганды жамандап жүрген. Путинмен келісім шарт жасаған. Мен айтам, Серикжан Біләш саяси жағынан өте күші жоқ, күші жоқ құқық қорғаушы ол. Ол саясаткер емес, саяси жағдайын түсінбейді көбі. Эрдоган Путинді алдап кеткен. Путинді алдап кеткен. Ол екі маңызды саяси мәселені шешті Эрдоган. Путинді алдап. Таулы Қарабақта Әзербайжанға көмек жасап, Түркия тұтас мемлекетке, Әзербайжан халыққа Таулы Қарабақта көмек жасаған. Путинға айтқан, сен тиіспе, біз армяндарды қазір Таулы Қарабақтан шығарамыз, көтінді қысып тұр деген. Путин тоқтатты, тиіспеді, көмектеспеді Арменияға. Сосын Сирияда Идлиб қаласы бар, Алеппо бар. Сол жерде Түркия мүддесін қорғаған. Ресейге, Путинге айтты, тиіспе, біз осы Сирияда біз өзіміз мүддесін қорғап жүреміз. Путин оған бағынды, деді, жарайды, жаса деді Эрдоғанға. Ал мен дейді, Зеленский мен Эрдоған айтты Путинге, ал мен сөйлесем мен Зеленскиймен, мүмкін перемирие жасаймыз, тоқтатамыз соғысты. Осындай алдап кеткен оны. Ал біз бәріміз білеміз, Зеленский осы Путинмен қазір перемирияға бармайды. Путиннің условиясымен, Путиннің келісім шартпен, Путиннің көзқарасымен ешқандай перемирие, соғыс тоқта алмайды. Зеленскийдің келісім шарты, көзқарасы. Крым және ДНР, ЛНРді, Запорожьеден, бәрі Украинадан Ресей әскерді шығарсын деп, тек қана осындай іс-әрекеттер Путин жасаса, тек қана содан ғана біз Зеленский соғысты тоқтатады. Эрдоган оны біледі. Эрдоган Путинді алдап кеткен. Саяси ол шахмат қой. Ал Серикжан Біләш, Эрдоғанға сенуге болмайды. Мен түсіндім. Саяси жағынан Серикжан Біләш терең ойлай алмайды. Өкінішке орай. Бірақ қазақ сөзбен шешен екен. Сөзі бай, қазақша. Ертегілерді айтқанда қазақтар оны түсініп, оны тыңдап жүр. Бірақ саяси жағынан ойы терең емес. Көбі түсінбейді саяси осы жағдайды, саяси терең процесстерді түсінбейді Серикжан Біләш. Ал Эрдоған Түркия әлеміне, тұтас мемлекетке, Азербайжан халыққа маңызды, мықты көмек жасаған. Таулы Қарабақ